Мен Фарух Райымов, 3 жылдан бері таргетологпын. Қарақалпақстанда, шет елдерде Инстаграмның, Фейсбуктың официальный рекламасын реклама істеп беремін. Таргеттің мәнісін айтайын. Таргет деген өзі мақсат деген мәнін аңлатады. Яғни мақсатты рекламаны жіберу. Бұл не деген? Мақсатты реклама деген өзімізге керек адамға жасы, жынысы, қызығуы, жасайтын жеріне қарап белгілеп береміз и сол адамдарға рекламаны жібереміз. Таргетологтың мәнісін апай тілде айтайын. Таргетолог деген Инстаграм, Фейсбуктың официальный рекламасын жаратушы адам. Ол не зат ол официальный реклама деген? Инстаграмда лента көріп отқанда арасында реклама деп шығып қалады. Бір пост, подписка тасламан болсам, пост шығып қалады. Или история көріп отқанда да подписан емес болсам, арасынан свайпай вверх деген история шығып қалады реклама деп. Сол затты мен жаратаман. Оны кімдерге жіберсек болады? Бизнестің иелеріне болады. Мысалы, учебный центр болса, соған оқуға қызығатын, оқуға даярланып жатқан, мысалы 16-25 аралықта оқуға тапсырады адамдар. Сол адамдарға белгілеп жіберсек болады рекламасынша, учебный центрдің оқуға даярлансам ба деп, жер даярлаймыз деп, например. Таргеттің мәнісі мақсат деген, мақсатты реклама. Кімге рекламаны көрсетуді біздер сайлап аламыз, мақсатлы адамдарға. Жынысы, жасы, жасайтын жері, қызығуына белгілеп, сол адамға қызығу мүмкін болған рекламаны жібереміз. Санағын білмеймін, бірақ оннан көп шығар. И крупныйларын айтайын. Бірінші өпсескен Қарақалпақстандан. Суши бум бар. Лакшми иесі бір адамда. Қазіргі ол MGA Night бар, MG Lounge. Ол бен карантинде 2020 жыл істес басталды. То есть карантиннен бұрын олар ашылған. Сөйтіп енді жүртіп атқанда карантин болып қалады, ешкім көшеге шыға алмай қалады, уже мижазға жоқ болып қалады. Сол уақыт маған хабарласты олар. Сөйтіп тұр, болған таргет жіберместен бар мөлшер телеграм бот жараттым. Онлайн заказ беру үшін сушиді. Сөйтіп тұр, Инстаграмна, һәм телеграмна таргет жібердік. И тесттен кейін жақты болған результат уже 3 жылдан бері ол істейміз. Біресе MG Lounge ресторанына жібереміз, біресе ночной барына жібереміз. GSA фотографер деген бар. Танитарам бар шығар. Қарақалпақстанда бірінші фотограф қыз еді, по-моему. Оған какой-то $20 ма сарқылады рекламасына. Бір аптеге сөйтіп тұрып 150 бір зат не келді адам қызығушы услугасына. И 10 продажа болды. Әрбір продажасы 300 мыңнан ба сондай еді ғой. Өзін қапылады ғой. Негізі адамның өзіне бағлық, сол таргетологтың и біліміне бағлық, и бір күнде неше проект жүте алады бір айда, бір күнде неше сағат жұмыс істей алады, соған бағлық. Мысалы бір айда 5 проект жүтсең болады, $200 уже $1000 көп дарамат таба аласың. Бірақ бізде де Қарақалпақстан елі онша рауажланбаған үшін чеклары, яғни услуганың ценасы арзанлау. Крупный бизнесмендер түсінеді. Олар уже сен экспертнесіңді көрсе, ақшасын береді бұған. Ал малый бизнестер, кіші бизнестер көп тексере береді. Сен қате кемшіліктерін табады, сенаны түсіргісі келеді. Сондай біләж болса, крупный бизнесмен істеген жақсы. Менің giveaway ақында пікірім, giveaway жинастырың деймін. Мен giveaway'ді жаман көремін. Именно Қарақалпақстанда жаман көремін. Шет елдерде giveaway бар, бірақ тура жүртеді. Біздердікі қате вообще. И неге екенін айтып берейін, giveaway. Неге жаман ол? Giveaway'дан тек қана организатор пайда табады. В основном ең басында. Себебі ол спонсорлардан ақша алады, аудитория жинап алады. Ең пайдада қалатын сол да. Ал қалғандар болса, спонсорлардың аккаунты өледі. Неге? Ол мысал бизнесін бастады. Аудитория жинай жақ. Спонсор болып қосылады. Атына ғана оған подписок таслайды. Сөйтіп конкурс таусылғандай подписок кетеді 50%. Себебі ол адамдар грубо қопалып айтқанда халявщик, текін затқа ұшатын адамдар. Мысалы конкурста ақша ойналады, басқа бір заттар. Ақшасы жоқ болғаннан кейін сол конкурсқа қатынасатын адамдар. Ал бизнеске болса ақшасы бар адам керек. Ақшасы бар, оның товарын, услугасын сатып алатын адам керек. Сөйтіп, Инстаграмның өзінің алгоритмі бар. Мысалы, пост қойсаң, 1000 подписчигің болса, сонда басында 10%-інде көрсетеді 100 адамға.
100 адам реакция кылса, кейінгі және 10%-іне, яғни 200-ші адамға көрсетеді. Сөйтіп тұрып кете береді, уже топқа шығып кетеді, кейін рекомендацияға шығады, интересный. Егер сенің подписчигің вот гифтан кейін бір 10 мың болып кетсе, бірақ негізгі рас подписчиктерің где-то 1000 болса, сөйтіп ол сол 10 мың адамның 10%-іне көрсетеді 1000-ның арасында. Оның ішінде көбісі накрутка болатқан адам болады жағдай. Ботлар, гивейдан келген, я болмаса өлі аккаунтлар, просто гив үшін қатмашу үшін ашылған аккаунтлар. Сөйтіп олар реакция бермейді сенің постыңа 10%. Сөйтіп бір сенің постың уже топқа шықпайды, ешкім көрмейді, теневой бан деген затқа түсіп қалады. Сен өзіңнің постың өзіңнің подписчиктеріне көрінбей қалады. Аккаунт өледі уже. Одан шығарудың жолы. Ботты тазалайтын сервистер бар өзі, неактивный аккаунтты, интернетте платный, содан тазалау керек. Одан кейін таргет қосу керек өзіңнің подписчиктеріңе, чтобы 10% емес, 100%-ні сразу көрсетіп тастау болады. Таргет қосып атқанда, тек менің подписчиктеріме деп жазасам, тек өзің подписчигің көрінеді, сөйтіп теневой баннан шығады. Сөйтіп шығарсақ болады вот. Сол гифтің жаман жері. Ілажы болса, блогерлерден реклама алың, я болмаса таргет жіберің, бірақ гифқа қатынаспаң, аккаунтыңыз өліп қалады. И құрлық тегін тамақ, қопалып айтқанда подписчиктер келеді. Блог неге болады? Инстаграмның өзінің жесткий правилалары бар, қатты қол, бір заттарды қоюға болмайды, бір заттарды айтуға болмайды. И сондай уақыт блогқа түседі. Блогқа түскенде жазып қояды. 30 күннің ішінде ашасаң, болмаса удалить бастаймыз деп. Или жағдай удостоверение личности көрсетесің, баспа шақсың тасқыласаң, ашып береді және. Или жағдай қатеңді таналасаң, жазсаң болады да, сол уақыт ашып береді. Мен кімдікін ашып бердім. Өзі негіз өз затпен шұғыламайтын, просто жәрдем сұраған уақыт ашып бердім. Бунтай деген блогер бар біздерде, Униятбек. Соныкі блогқа түскенде маған хабарласты, оныкі уже бір айға уақыт берген, 2 аптасы ма өтіп кеткен уже, өші жағы екен. Сол хабарласты. Ол жағдай қойға болмайтын зат қойған историясына, содан кетіп қойған. Мен 2 күн ма қарекет қылдым, Инстаграмда адамдармен телефоннан сөйлеспін, почтасына да жаздым, ашу қатты қиын болды. Бірақ мен таналдым, сондай қате қылдық, енді қылмаймыз деп сөйлескеннен кейін ашып берді, шақсы тасқылағаннан кейін. И одан кейін уже хайп болып кетті, ол историясына қойды, ашып берді набыла деп. Мен жазып бастады, 2 күнде деген дайректім толып кетті, мендікі блог болған, менде хакерлік кетті, 1xbetті бұзасам ба, Инстаграмды бұзасам ба, біздің жігітімдікін бұзып бер, қызымдікін бұзып бер болып кетті, ізі деген. Соң арасында бұнтайым жағдай, ақша беремен де шықты, 1 миллион ашып берген үшін деп. Мен желдері, дедім, рахмет дедім. Алмадым сон. Сөйт кейін бір қыз жазды, олан блогер екен. Ол қатесі жасын күттай қып белгілеп қойған. Инстаграмда жас балдар шықылауға болмайды. 18-ден төмен негізі. Сөйт бұл 18-ден төменмен деген. И үлкен адамдардың затын қойған. Содан блогқа кіріп кетті. Мен сол Инстаграмдан зона кеттім. Бір әптеме жүрген шығарма оңызінде не? Оңаймын. Одан сөйлестік Инстаграмның адамы білен. Сондай қате қылдық дұрысаймыз деп. Сөйтіп шақсы тасқылап паспортын жібердік. Міне жасым үлкен деп тасқылағаннан кейін ашып берді. Сөйтіп ол қыз айтты, қайтып сізді мінадаршылық қылайын деп, рахмет айтайын сізге, анау деп, неше сом берейін деп, мен яқ деп отырмын. Сөйтіп қоймады ізіне қойын. Сөйтіп мен яқшы көлінен шыққан бере қой деп. Ойында бір 50 мың беретін шығар деп ойлап отырмын да. Сөйтіп қарасам карта дың кетті, 500-іңді салдым. Оказывается, сөйтіп күтте ақылы қарекет қылсаң, ақша тауысаң болады екен. Олар мистериосына қойды, кетті дайрект қайттан. Мен блогтан ашып бер деп. Арасында ашып бергенім болды, ашып бере алмағаларым болды. Әр кез әртүрлі бол. Жаза берім, қолдан келгенше жәрдем беремін. Так, бірінші баслау, мышление, ойдан баслау керек деп ойлаймын. Мен өзім сөйтіп басладым. Себебі біздердің адамдардың ойы қателау десең болады да. Психология хақында кітап оқу керек. Қандай кітап деп айтса, мен «Богатый папа, бедный папа» бар, Роберт Кийосаки. И Ронда Бьорлның «Тайна» деген, секрет деген кітап бар. Соны айтаман. В общем, сол психологияны оқу керек бірінші, тайрлану керек психологиядан, одан кейін курс оқу керек, обязательно, өзі үйренмеу керек. YouTube-тан деген зат келіспейді. Курс болса, сен үйрететін мұғалім болады, постоянно керек сұрауларың болса, сұрап тұрасың, сразу жауап береді, жол көрсетіп жібереді. Қайсы курстарды алу керек?
мен шет елдің курстарын маслихат беретін едім. Қарылпақтың, Өзбекстанның емес. Ташкенттен тек Азиз Каримхановтың курсын айта аламын, жақсы деп. Басқа курстар болса, российский курс, Skillbox па, украинский курстар алу керек. Олар рынокта алдыда жүрді, рождалығы бойынша. Содан үйрену керек. Негізі математиканы жақсы білу керек. Себебі процентлармен істейміз, сан білен істейміз. И SMM-да, мысалы, көбінесе тек аты білен айтасан, күшейді аккаунтын деп айта аласың. Таргетта цифры ойнайды главный. Отчет береміз, міне мынандай просмотр болды, мынандай переход болды, клики по ссылке, мындай лид неше болды, айта аламыз. Математиканы білу керек, бірақ мен өзім расын айтсам, математиканы онша жақсы емес математикадан. Калькулятормен басамын. И еще мен специально таблица істеп қойыппын. Сол математикадан қашу үшін автоматически есептеп тастайтын таблица бар. Так, қанша дарамат табамын? Әр ай әртүрлі болады. Клиентім бір ай көплеу болады, бір ай азлау болады. Соған бағалы. Дарамат ең көп тауған $1500 болды. Оның $400 налогтан. Мен налогта істеймін, мемлекеттік салық инспекторымын. И таргет қосымша дарамат мен үшін. Бірақ мен қызығамын, хоббиім да ол менің. Қалесеңіз, оны главный дарамат қойсаңыз болады, күні түні таргетпен шұғылман. Мен болса тек бос уақытымда шұғылман. Бір проектті $200 алғанда 5 проект жүрсеңіз $1000 табасыз уже таргеттен. Бұл ең арзан цена. Басқалар болса, мысалы, уже опытыңдар бір проектті $500 істейді, $1000 істейді. Ол қанша тау өзіңнің неңе бағлық біліміңе и уақытың барлығына. Инстаграм жауып қалса, ол маркетинг білімдер тек қана Инстаграмда емес, басқа жерде істетсе болады. Мысалы, анализ конкурентов деген затлар бар. И копирайтинг бар. Ол білімдерді любой басқа былайынша традиционный маркетингға да қосып жіберсем болады мен. И екіншіден, Инстаграм жолмайтын, жолатын компания емес та, ол всемирный үлкен не. Бәрі басқа зат табатын, және қызықлау и трендта жүрген ба, заманға мас кәсіп табатын бәрі басқа. Таргетолог деп айтсаң қазір түсінеді, бірақ 2-3 жыл алдын түсінбейтін, мен барып айтатын, мен таргетологпын, сондай мен сен. Низатолог дейді, доктор сама дейді да, вот. Ондай емес. Қазір бірақ түсінеді, уже маркетолог, таргетолог дегеннен кейін. Өзі таргетолог емес, негізі трафик менеджер дейледі. Трафик деген клиенттердің ағымы, соның менеджері әкеп беретін. Сондай мәнісі. Атанам бұл тарауға көплеу неғыл десем болады екен, түсінбеушілікпен қараған, неғыл жұтты, кімдерге қосылып қалған, неге күні түні орысша сөйлеп отырған болады, біреулермен сөйлесіп видеозвоноктан деп бір жақтарға қосылып кетті деп ойлады ма, сондай деп ойлады. Басында түсінбей, мен бірақ кейін результат көрсеттім, нәтиже, міне мынандай сом таудым деп алдына келіп бердім. Содан кейін уже түсініп, сеніп басылады. Кейін өзгеше таргетімді өткен ай жібердім. Ол таргеттің мәнісі мынандай еді. Картина қойдым, мен тұрғанда ноутбукпен мен қыз іздеп жатырмын деген. 23 жастаман, танысамыз, күйеулі уақыт өткіреміз, дайректке жаз деп таргеттер тек қана Қарақалпақстанда жасайтын 23-18 жас аралықта қыздарға жібердім. Оның идеясы 3 жыл алдын мен таргетті үйреніп атқанымда кебеді. Таргет үйреніп атқан, рекламаны кімге жүреге болады деп үйретіп атқан уақыт, маған идея неге рекламаны тек қыздарға жіберсем не? Қыз іздеп дедім де, идея. Ол бірақ просто прикол идея негізі. Қызыққа. Ол серьезно емес. Инстаграмнан рекламадан қыз іздеу ниет емес ол. Соны жібердім. Бір аптеге $6 ма сарқыланды болған тек. И 9 охват болды, қыз көрді. 54 қыз дайректіме жазды. И комментария 69 комментария бар. Қыздар жазды, звона кетіп та жүрді. Сол бір басқаша өзгеше таргет болды. Қызық болып. Қыз тауса болады екен таргеттен. Жақларға услугам бар менің.
Кыз таба алмайсаңыз маған келіп хабарласа беріңіз, кыз тауып береміз Инстаграмнан. Таргетте почти әмме зат реклама қылса болады. Күшлі тарау. Сертилерде мен Қазақстан істесін, Украина, Россия, Америка мен істесін. Америкадағы проекттар логистика еді. Яғни жүк ташушы карханалар. Соларға біздер водитель іздедік. Правасы бар, опыты бар. Или клиент іздедік, сол затын тасып беруге. Сөйтіп мультистоун деген не бар еді. Мебель, кухонный мебель істейтін кархана. Соған жібердік. И Украинаға жібердік. Украинада курстарға жібердік, жағдай SMM бойынша үйрететін курстарға. И криптовалюта бойынша проекттарға жібердік Украинада да. Қазақстанда бір кафеге жібердік кішкене. И Россияда жібердік еще. Россияда, так Москвада женский салонға жібердік реклама. Әртүрлі тарау әммесі. Почти Инстаграмда әмме зат реклама қылса болады таргет білен. Ташкентте да істестік проекттермен. Macintosh деген проект бар. Apple'дың өзінің официально ноутбукларын, айфонларын сатады. Оған біздер бір айдай істескенімізде так лид деген бар. Лид деген бұл сенің товарыңа қызығушы адам. Инстаграмға жазған ба, зона кеткен ба, комментарий жазған ба, сол лид дейледі. Біздер оған 700 ба лид алып келдік. Ол соншыл дәрежеде лид көйіп кетті, клиент. Ол уже обработка кете алмай қалды. Келген адамға ответ жазуға үлгермей қалды. Сөйтіп рекламаны өшіріп тастадық. Болмаса дым көйіп кетті да заявка. И ол бір айда $70,000 істеді. Дарамат. Қарылпастандағы бизнесмендер Инстаграм жүртуде қатесі. Главный қатесі гифқа қосылып атқан ғой. Гифқа қосылып, аккаунтын басылаңыш уже неде бүлдіріп, уже блокқа түсіріп қойыр. Оны әжбарынша не керек? Опытный SMM-шілер тұу керек. SMM-шік келеді ғой, сөйлескенде сразу істесіп кетпеу керек. Бірінші кімлен істестің, қане жұмысың деп көру керек бірінші, қақ білен істескенін. Уже одан кейін барып SMM-шікпен істесу керек. Себебі бізде қазір андай опыты жоқ, SMM-шілер көйіп кеткен, істеп беремін дейді, ақшасын алады, бірақ результат көрсете алмай алып кетеді. Соның үшін опытный SMM-шік алу керек, контент жүрту керек. Бір адам айтады, кім екен есінде жоқ, но Инстаграмда бизнесің жоқ болса, значит сен ұлыма бизнесің жоқ деген сөз бар еді. Билл Гейтс па? Вот. Сондай қазір заман талабы. Инстаграмым отдельно магазиндей болды да. Точка. Сөйленім ағым жағдай, клиенттердің ағымын алып келсең болады. Так мен 30-ға дейін таргетпен жүретін шығармын, одан кейін хотя бы бір өзімнің бизнесім бастап, болмаса агентство ашып па кетуім керек. Қазір мен фрилансермін, бір өзім да, главный, бір өзім істеймін, бірақ керек уақытта дизайнер жалдаймын, дизайнер, копирайтер жалдаймын. Но бірақ в основном аз бір өзіммін. Сол 30 жастардан кейін хотя бы команда ашып алуым керек и бизнес па өзімнің. Жастарға фрилансер болу үшін қандай маслихат беремін? Біріншіден, ауыр минет емес, ләжбанша жағдай, таргет, ақылы минет үйрену керек. Бір курстарда ма, именно таргет болу шарт емес, басқа көп жағдай онлайн істейтін кәсіптер. Тек ноутбук ауласаң, дүнияның қалеген жерден тұрып істей бересің. Бір жерге офисқа барып жүрмейсің. Сондай кәсіпті тауыңыз керек, өзіңізге жақын. Әркімнің өзіне жақын заты бар. Біреуге мысалы есеп санақ жағады, біреуге жақпайды, таргет жағады. Біреу дизайнер болуы мүмкін, жаңа сурет сызғысы келсе, қосқышы болуы мүмкін, жаңа битмейкер ма. Вот. Соның үшін өзіңізге жақын затты тауың біріншіден. И заманауи кәсіп болсын, онлайн істейтін. Ноутбукты алып. Курс оқың, опытный адамдардан, кумирларыңыздан. Курсты алмастан бұрын бірінші тексеріп алың. Соны оқып шыққан оқушыларды көрің, сұраңыз қалай результатың деп. Одан кейін барып оқысаңыз болады. Осы видеоны көргеннен кейін менің инстаграмға жазсаңыз болады, бизнесмендер. Мен бесплатно консультация беремін, аудит. Ол консультацияда не зат болады?
сіздің аккаунтыңызды разбор қылып беремен, жаңағыдай қате кемшілік болса айтаман, көрсетіп и жол көрсетіп жіберемін. Егер рекламаңыз жіберіп қойған болсаңыз, активный реклама болса, сонан көріп шығаман опытым бойынша қайерінде қате кемшілік болуы мүмкін, қайерін өзгертсе болады, совет беремен, мәслихат. Жол көрсетіп жіберемін бесплатно. Жазсаңыз болады.